Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика 1 сынып 30 сабақ. Бірінші тапсырма. Әлия мен Сырым алма жинады. Балалардың қайсысы көп, қайсысы аз жинады? Ал балалар, суретке назар аударайық. Балалардың қолындағы жәшікке қараймыз. Қолында бірінші балада, яғни Сырымда өте көп алма жинаған екен, иә? Ал Әлия есе одан Сырымнан аз жинапты, иә? Сонда Сырым көп алма жинады, Әлия аз алма жинады. Келесі балалар. Масса бұл шама. Есімізде сақтаймыз балалар. Масса деген бұл шама. Килограмм массаның өлшем бірлігі. Яғни біз қандай да бір заттың салмағын білгіміз келсе, оны килограмммен есептеп айтатын боламыз. Сонымен балалар, массаны таразының көмегімен өлшейміз. Яғни суретке қарайсыңдар балалар. Бұл жерде таразының неше түрлісі бар. Бұндай таразыларды сендер көргенсіңдер балалар. Оны магазинде көргенсіңдер, иә балалар? Қазіргі кезде электронды таразылар да бар. Электронды таразылар да бар. Қазір дамыған заман ғой. Таразының да әр уақыт өткен сайын әртүрлі шыға бастады. Сендер мына суреттегі таразыларды көргенсіңдер ме балалар? Жақсы, егер сендерге түсінікті болса, екінші тапсырмаға назар аударайық балалар. Екінші тапсырма массаларды салыстыр дейді. Ал балалар, салыстырып көрейік. Бірінші себетте 3 килограмм, екінші себетте 5 килограмм екен. Қай масса артық? Яғни 5 килограмм артық, иә балалар? Екінші жәшікте 10 килограмм помидор, қызанақ және 7 килограмм қияр бар екен. Яғни 10 килограмм қызанақ өте көп болып есептелінеді. Сондықтан 10 килограмм қызанақ артық болады. Келесінде өрік 10 килограмм және алхоры 10 килограмм, яғни тең. Келесі қарбыз 10 килограммдық қарбыз және 8 килограммдық қарбыз, яғни 10 килограммдық қарбыз артық болып тұр, иә балалар? Келесі жасыл жүзім 7 килограмм, қара жүзім 5 килограмм екен, иә балалар? Дәптерлеріңе әдемілеп жазып алыңдар. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Заттардың суретін массаларының өсу ретіне қарай геометриялық фигуралардың көмегімен сал дейді балалар. Ал енді өсу ретімен болса, яғни кішкентай саннан жоғары санға қарай саламыз, иә? Бірінші, яғни 2 килограмм, одан кейін 3 килограмм, 4, 5, 6, 8, 10 килограмм. Яғни астындағы фигураларды көріп тұрсыңдар ма? Геометриялық дөңгелек, 3 бұрыш, тік 4 бұрыш, шаршы деген сияқты. Осылардың көмегімен дәптерімізге салып шығамыз. Балалар, сендерге түсінікті болып жатыр ма? Яғни бүгінгі өтіп жатқан сабағымыз масса, яғни килограмм, заттың салмағы, сол жайлы өтіп жатырмыз. Келесі 4-ші есеп, тез есепте дейді балалар. Яғни мен мына жерде сендерге есептеп шығардым. Сендер де дәл осылай дәптерлеріңе әдемілеп жазып алыңдар. Яғни 1 қосылған 2 3 болады, одан 1-ді азайтамыз 2, одан 1-ді азайтамыз 1. Оған қосамыз 3-ті 4, 4-тен 2-ні азайтамыз 2, 2-ге 2-ні қосамыз 4, 4-ге 1-ді қосамыз 5. Сонда ең соңғы жауап балалар 5 болады екен. Сабақ ұнады ма? Сабақ ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.